Ананы білмей ешқашан жағажай демалысына барма. Мен алғаш шетелге теңізге саяхатымда бірінші көзіме түскен ол жалаулар болады. Не үшін орнатылған деп біраз ойланғаннан кейін түсіндім. Бұл қауіпсіздік белгілері екен. Олар судың жағдайын көрсетеді. Мысалы, жасыл түсті жалау су тыныш, еркін жүзуге шомылуға болады деген сөз. Сары абай бол, толқын бар десе, қызыл түс қауіпті, суға кіруге болмайды. Бұған қоса, суда қауіпті медузалар немесе басқа теңіз мекендеушілер жүрсе, күлгін түсті жалау білінеді екен. Жалпы көбінесе қойылатын жалау ол қызыл мен сары қосылады. Оның мағынасы бұл жерде құтқарушылар бар, яғни шомылуға қауіпсіз орын дегенді білдіреді. Осы ақпаратты есіңе сақтап ал және достарыңмен бөліс. Пайдалы болса лайк басуды ұмытпа. Сапарларыңыз сәтті болсын.